Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тауық етінен жасалатын кәуаптың рецептімен бөлісемін. Кәуаптар өте жұмсақ дәмді болып шықты, сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ең алдымен біз тауықтың төс етін аламыз. Оны видеода көрсетілгендей бірдей 4 бөлікті бөліктерге бөліп аламыз. Сіздермен бөлісіп жатқан рецепт ол ПП рецепт, яғни дұрыс тамақтану барысында қолданатын рецепттер және тағамдар. Яғни құрамында артық тұз, май, ағзаға зиянды заттар, дәмдеуіштер болмайды. Алдағы уақытта сіздермен ПП рецептін торт, пирог, бәліш, тіпті бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Тауық етін турап болған соң, оларды маринадтаймыз. Бізге ол үшін томат пастасы қажет, қара бұрыш, кептірілген сарымсақ, немесе балғын сарымсақты да қолдансаңыздар болады. Арнайы кәуапқа арналған дәмдеуіш, паприка, және де осылардың барлығын біз зәйтүн майымен араластыратын боламыз. Және де мен маринадқа жарты шай қасық бал қостым. Бұл өте ерекше дәм береді. Бал қосып маринадтап көріңіздер, сіздерге кеңес беремін. Және де пышақтың ұшымен ғана тұз қоссаңыздар болады, сәл дәм беріп тұру үшін. Қоспасаңыздар да болады. Ең соңғы ингредиент ол пияз. Пиязды турап біз маринадпен араластырып қоямыз. Пияздың суығы бөлініп, біздің етіміз жұмсақ болып пісуіне көмегін тигізеді. Барлық дәмдеуіш пен қоспаларды қосып болған соң араластырып, мұздатқышқа, холодильникке 1 сағатқа қалдырамыз. Бұл кәуаптарды біз пеште пісіреміз. Ол үшін бізге осындай ағаш таяқшалар керек. Алдын ала суға салып қойыңыздар. 5-10 минут суда тұрғаны дұрыс. Себебі ол пешке салған кезде ағашыңыз күйіп, жанып кетуі мүмкін, және кәуаптан күйіктің иісі шығып қалады. Біздің маринадталған етіміз дайын болды. Енді оны видеода көрсетілгендей ағаш таяқшамызға орналастырамыз. «180 градуста қызып тұрған пеште 15 минут, 20 минут аралығында пісіріп аламыз. Бұл тауықтың еті тез піседі, және де маринадталған өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Біздің тауық етінен жасалған кәуабымыз дайын. Еті өте жұмсақ болып шықты, құрғақ болып шыққан жоқ. Яғни пешке салған кезде бетін фольгамен жабудың қажеті жоқ. Өйткені бұның құрамында зәйтүн майы бар, және де бал бар. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғаныңыз үшін үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Арайлым.